Сәлем менің кішкентай достарым. Бүгін сендерге арнап жабайы құстар туралы қызықты бейнеролик дайындадық. Бастаймыз ба? Ендеше кеттік. Бірінші құсымыз ол тауыс. Тауыс біздің планетамыздағы ең көрікті және әдемі құстардың бірі. Тауыстар көбіне жерде жүреді. Қауіп төнгенде ағаш басына шығып кетеді. Олар жәндіктермен, құрттармен және ұлулармен қоректенеді. Сан түрлі боялған құйрығын желпуіш тәрізді жайып жүреді. Тауыс құстары ұша алады. Алайда құйрығы ауыр болғандықтан ұшу ұзақтығы өте қысқа. Бұл құстар үшін ұшу ыңғайсыз болғандықтан олар тек кейбір жағдайларда ғана ұшады. Балалар, менімен бірге қайталаңдаршы. Тауыс. 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 Жарайсыңдар. Пингвин. Балалар, сендер пингвинді танисыңдар. Мадагаскар мультфильмін естеріңе түсіріңдерші. Естеріңде ма күлкілі пингвиндер? Я, қазір сендер Шкипер, Ковальский, Рико және Прапор туралы толығырақ білесіңдер. Пингвиндер ұшпайтын құстар. Олар суда жақсы жүзе алады. Пингвиндер жағалауға, мұз үстіне секіріп шығып, құрлықта көбіне екі жағына теңселе адымдап баяу қозғалады. Қар үстінде бауырымен сырғанайды. Пингвиндердің тері астындағы май қабаттары оның денесіндегі жылуды реттеп отырады. Сол себептен олар суықта тоңбайды. Енді қайталаймыз. Пингвин. 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 Дұрыс. Шағала. Шағалалар теңіз құстары болып табылады. Әдетте шағалалар ақ немесе сұр түсті болады. Бұл құстардың көлемдері үлкен немесе орташа. Көбіне басында немесе қанаттарында қара белгілері болады. Олардың дауыстары өткір. Тұмсықтары ұзын болып келеді. Олар ірі жәндіктермен, ұлулармен, тышқан тәрізді кемірушілермен, балықтармен қоректенеді. Олар әлемнің түкпір-түкпірінен суы бар жердің барлығынан кездеседі. Енді шағала сөзін анық айтамыз. Шағала. 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 Керемет. Жұртшы. Жұртшылар көбіне өлексе қалдықтармен және ұсақ кемірушілермен қоректеніп, қоршаған ортаға пайда келтіреді. Олар сұрғылт түсті. Қанаттарының шетінде қара жолақтары бар. Балалар, менімен бірге қайталаңдар. Жұртшы. 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 Тоқылдақ. Тоқылдақ орман құсы. Тоқылдақтардың өткір тұмсығы бар. Оның көмегімен тамақ іздейді. Немесе тұмсығымен ағашты тесіп ұя салады. Орман шаруашылығында тоқылдақтардың пайдасы үлкен. Олар күн сайын бірнеше жүз зиянды жәндіктерді жояды. Тоқылдақтар әсіресе жаз айларында пайдалы. Тоқылдақтардың танауларын қауырсындары жауып тұрады. Бұл
тыныс алу жолдарын шаң тозаңнан қорғайды. Балалар, жаңа сөзді есте сақтап алыңдар. Тоқылдақ. 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 Жарайсыңдар. Міне, бүгін біз 5 түрлі жабайы құстар туралы қызықты ақпарат білдік. Тауыс жер бетіндегі әдемі құстардың бірі екен. Ал пингвиндер тері астындағы май қабаттарының арқасында суықта тоңбайды екен. Жұртшылар өлексе қалдықтармен қоректеніп, қоршаған ортаға пайда келтірсе, тоқылдақ күн сайын бірнеше жүз зиянды жәндіктерді жойып, орман шаруашылығына көмегін тигізеді екен. Балалар, осы құстардың атауларын есте сақтап алыңдар. Жарай ма? Біздің басқа да бейнероликтарымызды жіберіп болмау үшін парақшамызға жазылуды ұмытпаңдар.